Ассаламу алейкум. Бүгін ерітілген май дайындаймыз. Кейбір өңірлерде қазақша күйдірілген май деп те айтып жатады. Көпшілігіне топленое масло атауымен таныс. Топленое масло немесе ерітілген сары майдың адам ағзасына, денсаулығына тигізер әсері өте көп. Соған сәйкес бағасы нарықта едәуір қымбат. Сондықтан үйде жасап көріп, оны күнделікті тұтынамын деп шештім. Ол үшін бізге қолдың майы керек, яғни домашнее масло деп айтады. Мен қолдың майын қолдандым, немесе дүкендерде сатылатын 80%-тен жоғары майларды қолдануға болады. Ең әуелі асты жабыспайтын ыдысты алып, оған сары майды салып, отты қатты жылдамдықпен қойып, осылай бір қайнатып аламыз. Қайнаған кезінде осылай үстіне көбіктері шығу керек. Содан кейін астын баяу отқа қосып, 1,5-2 сағаттай қайнатып аламыз. Міне баяу отта 2 сағаттай әбден қайнағаннан кейін бетіндегі көбіктің барлығы астына шөгетін болады. Осы сәтте оттың астын өшіреміз. Тағамның маңызын құнарын жоймау үшін оны шыны ыдыста немесе эмаль ыдыста сақтағанымыз жөн. Осы видеода көрсетілгендей етіп, марля немесе жұқа матаны алып, майды осылай барынша ұқыптылықпен сүзіп аламыз. Міне біз майымызды сүзіп болдық, түбінде барлық көбіктері қалды. Майымыз мөп-мөлдір болып шықты. Темір сүзгішті емес, осылай мата немесе марляны қолданғаныңыз дұрыс болады. Бөлме температурасында 3-4 сағатта май осылай қатып шығады. Майды бетін жауып, тоңазытқышта 1 жыл бойы сақтауға болады. Мұны әсіресе таңғы аста қолданғаныңыз абзал. Жұмыртқа қуыруға, кашаларға қосуға және нанға жағып жеуге өте керемет үйлеседі. Ауырмаңыздар, астарыңыз дәмді болсын, пайдалы тағамдарды тұтынайық.